Құрметті салық төлеушілер, 2020 жылғы 31 желтоқсаннан бастап Қазақстан Республикасында тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды. Тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды ресімдеу электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесіне негізделген. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру кезінде қабылданған Қазақстанның міндеттемелерін орындау мақсатында 2016 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан тауар айналымының қадағалануының ұлттық жүйесін қалыптастыруды аяқтайды. Жүйеде жұмыс жасайтын салық төлеушілер виртуалды қойма модулінде тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды жасауға міндетті. Қаржы министрінің бұйрығына сәйкес 2020 жылғы 16 қарашадағы нөмірі 1104 пилоттық жоба іске қосылды. 2020 жылғы 31 желтоқсаннан бастап акцизделетін тауарларға виртуалды қойма модулі арқылы электронды шот-фактураға тексеруге жататын тауарлар Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі импорт пен экспорт туралы 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге байланысты жеңілдіктер тізімінен барлық тауарлар үшін Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды сату кезінде тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды жеткізуші, сатып алушының және сатылатын тауардың мәліметтерін көрсете отырып жасайды. Тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттар тауарлардың қозғалысы, сатылымы басталғанға дейін шығарылады. Тауарды алғаннан кейін сатып алушы тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды растайды. Сатып алушының тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды растауы немесе қабылдамауы 20 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі трансшекаралық саудада тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттар экспорттаушылар және импорттаушылар мен Қазақстан Республикасының Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен шекарасынан өткенге дейін шығарылады. Ақпараттық жүйеде жұмыс электронды шот-фактуралар ұлттық сертификаттау орталығының электрондық кілттерін пайдалану арқылы ақысыз жүзеге асырылады. Жұмыс істеу үшін сізге: біріншісі, халыққа қызмет көрсету орталықтарында электрондық сандық қолтаңба алу. Екіншісі, электронды шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде тіркелу. Үшіншісі, электрондық сандық қолтаңбаны қолдана отырып, электронды шот-фактуралар ақпараттық жүйесін пайдалану туралы келісімге қол қою. Тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттардың артықшылықтары: тауарларды шетке шығару үшін шот-фактура З2 нысанын рәсімдеудің. Тауарларға арналған ілеспе жүк құжат негізінде электрондық шот-фактураны автоматты түрде толтырудың қажеті жоқ. Автокөлік бақылау бекеттерінде құжаттарды сканерлеудің қажеті жоқ. Бұл Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен шекарадан өту процесін жылдамдатады. 2021 жылдың 1 наурызынан бастап тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды міндетті түрде іске асыруға жұмсақ көшу үшін пилоттық жоба жүзеге асырылуда. Пилоттық жоба кезеңінде салық төлеушілер тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттармен жұмыс істеуге бейімделе алады. Өзінің есеп жүйесін құра алады және сатып алушылармен және жеткізушілермен өзара әрекеттесе алады. Пилоттық жоба кезінде әкімшілік жазалар қолданылмайтынын ескеріңіз. Барлық сұрақтар бойынша сіз Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер басқармасының кол орталығына 1414 немесе 8701 707 1411 телефондар арқылы хабарласа аласыз.